Домбыра сабағы басталып жатыр, ал концертке дайындық қызу үстінде. Бұл сабақ Жансұлу апайдың сабағы еді. Сотам аяру, жоспарыңыз іске аспай қалма, орыс естуге дайындалыңдар. Біз ештеңе істей алмайсыңдар ғой. Туй, Нұрислам, Махмұт, сендердің осы әдеттерінен шаршап кеттім. Қойыңдаршы. Осындай әдеттеріңді қашан қоясыңдар? Сендердің кесірлеріңнен бізге де сөз келіп жатыр. Жайрақ істеші, бір осылар бітпей кетті ғой. Саламатсыңдар ма, балдар? Сендер не бөлдіріп жүрсіңдер? Концертке бір күн қалды ғой. Апа кешіріңіз, бірақ Айша екеуміздің кінәміз жоқ. Концертке бәрін қатыспайтын болдыңдар. Бұл менің шешімім. Ол тізімде мен бармын ба? Айару, сен жақсы білесің. Сен және сен достарың қатыспайды. Апай, оған менің қатысым жоқ, оның барлығын бастаған Ержан. Апай, оған менің қатысым жоқ, оған Көркем мен Сымбат кінәлі. Не айтып тұрсың, Ержан? Мүмкін думан шығар? Мөлдірмен Еркеназда қалып кетті ғой, соларды да қоспайсың ба? Міне, тізімді де өздеріне ақ шығарып бердіңдер ғой. Қалған оқушылар концертке дайындала беріңдер. Қыздарымыз бұл концертті өте ұзақ күткен еді. Қатыспайтындарын естіп қатты ашуланып тұр. Кімнің айтқанын да білмейді. Осылайша өз еселерін қайтаруды ойлап тұр.